Саламатсыңдар ма балалар? Менің аты жөнім Ғазиза Ниязалиевна. Мен сендерге бүгін жаратылыстану пәні бойынша жаңа сабақ өтемін. Жаңа сабағымыздың тақырыбы кіші ғарыш денелері. Олай болса, сабағымыздың мақсаты астероидтар мен кометалар туралы білесің, метеориттің не екенін білесің, кіші ғарыш денелерінің жердегі тіршілікке әсерін түсінесің. Олай болса, біз бүгін сабағымызды астероидтар мен метеорлар және кометалар туралы видеоны тамашалайық. Бүгін біз астероидтар мен метеорлар және де кометалар туралы айтамыз. Ал ендеше кеттік. Астероидтер деп күнді айнала қозғалатын аспан денелерін айтамыз. Олардың басым бөлігі Марс пен Юпитер орбиталарының аралығындағы белдеудегі орналасқан. Белдеуде 200-ден аса ірі астероид бар. Олардың диаметрлері 100 шақырымнан асады. Сондай-ақ осы белдеудің ішінде миллиондаған ұсақ астероидтер болады. Әдеттегі астероидтың сыртқы бетінің орташа температурасы 73 градус. Кейбір теорияларға сүйенсек, белгілі астероидтың көпшілігі басқа ірі денелердің жарықшақтары болып табылады. Метеорлар дегеніміз жарықтың жарқыраған жолақтары. Олар аспанда пайда болады да қайта жоқ болып кетеді. Оларды адамдар аққан жұлдыз дейді. Өйткені метеор аспаннан ағып түсіп бара жатқандай көрінеді. Метеорит деп аталатын сынық бөлшек жер атмосферасына сырттан келіп енгенде метеор пайда болады. Күшті ауа кедергісіне ұшыраған метеорит әбден қызып, газдар мен балқыған бөлшектерінен жарқыраған жолақ қалдырады. Көптеген метеориттер жерге жетпей жатып жанып кетеді. Жерге жетіп құлаған метеориттің бөлшектері метеорит деп аталады. Метеорит жауыны дегеніміз не? Жер ұсақ метеориттердің ағындаған жолағымен немесе топтанған шоғырмен бетпе-бет келеді. Мұндай жағдайда аспан ұшқындарға толып кеткендей көрінеді. Бұл ағындар шоғырлардың комета секілді өз орбитасы болғандықтан, олар кометалардың бөлшектері саналады. Міне қызық, метеориттердің көпшілігі, метеорлар мен метеориттердің көпшілігі бірнеше секунд ішінде жерге жетпей жатып қызады. Үлкен астероидтер тегіс емес жұмыр тас. Атмосфераның үдемелі қызуына шыдаған метеорлар метеорит деп аталады. Метеордың 3 түрі бар: тас, темір және тас темір. Астероидтар көлемдері жағынан бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Ең ірі астероид 1801 жылы табылған. Оның диаметрі 933 шақырымға тең. Комета газ немесе шаң бөліп шығаратын мұз дене. Біз көретін кометалардың көпшілігі ұзын, сопақша күн орбитасын айналып жүреді. Комета кома деп аталатын бұлт атмосферасымен қоршалған қатты ядродан және бір немесе 2 құйрықтан тұрады. Көптеген кометаларды телескопсыз көру мүмкін емес. Өйткені олар тым кішкентай немесе күңгірт. Әйтсе де кей кометаларды күнге жақын ұшып келгенде бірнеше апта бойы жай көзбен тамашалауға болады. Кометаларды күн сәулесі шағылысатын команың және құйрықтарындағы газ бен шаңның арқасында көре аламыз. Сондай-ақ газдар күннен енген энергияны бөліп шығару арқылы да жарылады. Кометаның құйрығы барлық уақытта күнге қарап бағытталады. Астрономдар кометаларды олардың күн орбитасына қаншалықты ұзақ жүріп жететініне қарай топтастырады. Қысқа мерзімді кометаға бір орбитаны айналып шығу үшін 200 жыл жеткілікті.
Ал ұзақ мерзімді комета үшін бұл үдеріс 200 немесе одан да көп жылдарға созылады. Кометалардың жаман әсері болатыны рас па? Жұрт кометалар сәтсіздік әкеледі деген ырымға сенеді. 1835 жылы Хейли деп аталған кометаны Нью-Йорк қаласында болған өртке қатысты кінәлаған. Алайда бұл теріс түсінік. Комета табиғаттың атмосферада жиі болып тұратын әдеттегі құбылысы. Кометаның ішкі жүйесіне жақындауына байланысты күннен бөлінетін жылу ядролардың бетіндегі мұзды ерітеді де газ бен шаң бөліктерін ғарышқа сығып шығарады. Осы газ бен шаң кометаның комасын қалыптастырады. Кометаның массалық салмағы жер салмағына қарағанда миллиард есе кем. Ал құйрығындағы зат тығыздығы нөлге тең. Сондықтан оның күн жүйесіндегі ғаламшарларға ешқандай әсері не зияны жоқ. Кометаларды күн радиациясы итеріп шығарады. Осымен біздің видеомыз да бітті. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар, каналға тіркеліп, лайкты аямайық. Ал балалар, тамашаласақ, енді көргенімізді не істейміз? Пысықтайық. Видеодан көргенімізді пысықтайық. Сұра, ғарышта не бар? Жарайсыңдар балалар. Ғарыш бұл шексіз кеңістік. Онда ғаламшарлар мен жұлдыздар және де басқа ғарыш денелері бар. Ал атап өтейікші соларды. Келесі слайдта балалар. Кәне атап өтейік. Ғаламшарлар, жер серіктері, жұлдыздар, кометалар және де астероидтар. Жарайсыңдар. Олай болса, біздің галактикамыз қалай аталады? Есімізге түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Біздің галактика құс жолы деп аталады. Жарайсыңдар. Олай болса, күн жүйесінің ғаламшарларын атады. Кәне, бәріміз күн жүйесінің ғаламшарларын есімізге түсірейікші. Меркурий, шолпан, жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун және де Плутон. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, күн жүйесі туралы айтып өтейік. Күн жүйесі күннен оны айнала қозғалатын 9 үлкен планетадан, планета серіктерінен, мыңдаған кіші планеталардан, яғни астероидтардан, шамамен 1011 кометадан және толып жатқан метеорлық денелерден құралған ғарыштық денелер жүйесі. Күннен ең алыс орналасқан планетаға дейінгі орташа қашықтық шамамен 6 миллиард километрге тең екен. Олай болса, балалар, біз бүгін комета туралы айтайық бірінші. Комета, балалар, түнгі аспаннан кометаны көру сирек және есте қаларлық құбылыс. Ол күн жүйесінің айналасында өз орбитасымен үлкен эллипс бойымен қозғалып жүреді. Күннен алыс жерде астероидтардан еш ажыратылмайды. Бірақ күнге жақындаған сайын мұзы еріп булана бастайды да, ядраның жанында газ тозаңды бұлт пайда болады. Ядраның жанында газ тозаңды бұлт пайда болады. Оны кома дейді. Онан кейін күн сәулесіне шағылысып, құйрығы жарқырайды. Сондықтан біз оны құйрығы жарқырайтын дене түрінде көреміз. Міне суретте тұр. Кометаның құйрығы үнемі оның артынан ілесіп жүрмейді. Күннен алыстағанда құйрығы оның алдында болады екен.
күннен алыстаған кезде оның жаңағы құйрығы алдында болады екен. Ал келесі слайдқа қарайық балалар. Мынау сызбада кометаның құрылысы тұр. Енді соны атап өтейік балалар. Комета сөзін грек тіліне аударса, ұзын шашты деген мағына береді екен. Ол күнде өте алыс қашықтықта эллипс тәрізді орбитамен айнала қозғалатын дене. Комета тұман ішінде жарқыраған бір ноқат тәрізді көрінеді. Оның басы бар екен. Басы және құйрығы бар. Мына неде кестеде көріп тұрсыңдар. Комета дегенде бас, құйрық деп екіге бөліп қойған. Басы болады және құйрығы болады. Басын кома деп атайды екен. Команың ішінде қатты дене, ол ядро болады екен. Мына ішінде тұр, міне қараңдар. Команың ішінде міне ядро тұр. Ол қатты денені ядро деп атайды екен. Міне балалар, біз кометаның құрылысымен таныстық. Кометаның екенін білдік. Ал енді астероид. Астероид туралы білеміз. Астероид балалар, тас кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші бір ғарыш денесі. Олар ғаламшар сияқты күнді айнала қозғалады екен. Күн жүйесіндегі астероидтардың тығыз шоғырланған орны Марс пен Юпитердің арасы. Мына келесі слайдта қарасаңдар балалар, көрінеді. Міне, оны астероидтар белдеуі деп атайды. Міне суретте тұр, күн жүйесіндегі астероидтар белдеуі. Жай көзбен көруге болатын ең ірі астероид Веста деп аталады. Міне мына суретте көріп тұрсыңдар. Жай көзбен көруге болатын ең ірі астероид Веста деп аталады. Жарайсыңдар балалар. Ал олай болса, келесі слайдта міне астероидтың үлкен кішілі түрлері бар екен, көруге болады екен. Міне астероидтағы суретте астероидты көріп тұрмыз. Енді астероидтың түрлері. Астероидтардың көпшілігінің құрамы тастан құралған. Металдардан құралғандары да бар екен. Металдан құралғандары ауыр болып келеді де, жер атмосферасын қиналмай жарып өтіп, жер бетіне жете алады екен. Ал тастан құралғандары көбінесе атмосферада жанып кетеді екен. Немесе ірілеу болса, жарылады екен. Міне астероидтың түрлері осындай екен. Ал енді келесі метеорит. Метеорит дегеніміз не балалар? Метеорит, астероид, немесе метеор, бұлардың барлығы да бір аспан денесі. Егер астероид жер атмосферасына кірсе, ол метеор болып саналады. Ал жер бетіне жеткен астероид, оны метеорит деп аталады екен. Барлығы бір аспан денесі екен. Міне келесі суретте қараңдар. Мысалы жерге жетсе, жерге түссе, оны метеорит деп атайды екен. Ал енді келесі слайдта балалар, біз осы сабағымызды қорытындылау мақсатында сендерге сөз жұмбақ дайындадық. Сөз жұмбақты дұрыс шешсең, ерекше жолақтан күн жүйесіндегі кіші ғарыш денесінің атауын оқи аласың дейді. Олай болса, бірінші кометаның басы. Қалай ойлайсыңдар, кометаның басы не деп аталады? Кома деп аталады, жарайсыңдар. Енді астероидтар белдеуінде жақын орналасқан жер тобына жататын ғаламшар. Кәне тауып көрейік. Жарайсыңдар, ол Марс екен, өте жақсы. Үшінші сұрақ. Сансыз көп жұлдыздардан құралған алып жүйе. Бұл не деп атайды? Естеріңе түсіріңдер, біз өттік. Галактика, жарайсыңдар. Жерге құлаған аспан денесі. Не деп атайды? Метеорит деген, жерге құлағанын метеорит деп атайды екен. Сақинасы бар ғаламшар, Сатурн, жарайсыңдар, өте жақсы. Құйрығы бар ғарыш денесі, комета, өте жақсы. Күн жүйесіндегі ғарыш денелерінің қозғалу жолын не деп атайды? Жарайсыңдар, орбита деп атайды екен. Ең соңғы сұрақ, кометаның орталық бөлігі ядро. Енді сендер осы сөздердің бәрін орналастырыңдар. Сонда ерекше жолақтан күн жүйесіндегі кіші ғарыш денесінің атауын тауып оқи аласыңдар. Өздерің тауып орналастырып болғаннан кейін келесі жолы маған айтып бересіңдер. Ал
Олай болса, үйге тапсырма. Дәптердегі 45-46 жұмыс парағын орындаймыз. Және де енді Білген Академиясы сайтына кіріп, тест деген бөліміне барып, осы тақырып бойынша қаншалықты тақырыпты меңгергенімізді білу үшін тест тапсыруды ұмытпайық. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.